саламатсыздар ма? Мен Қызылорда облысы Шилі ауданы нөмір 270 Ғафыр Мұхамеджанов атындағы орта мектебінің 7-ші сынып оқушысы Ниязбекова Балнұр. Мен сіздерге табиғатты таңда атты экологиялық панно жобасын ұсынамын. Менің панном негізінен қағаз қалдықтарынан жасалынған. Менің жобадағы негізгі мақсаттарыма келер болсам, қағаз қалдықтарын қайта пайдалану, қағаз қалдықтарын арқылы бұйым жасау. Осы қағаз қалдықтарындағы бұйым жасау санасын қайта қалыптастыру болып саналады. Менің жобадағы міндеттерім. Мен жобаны жасау барысында келесі міндеттерімді қойдым. Адамдарды табиғатты қорғауға шақыру, шығармашылық қабілетімді дамыту. Ластану және таза әлем панносының негізгі идеясы. Менің панном негізінен 2 бөліктен тұрады. Назар аударуларыңызға болады. Бірінші бөлігінде ластанған әлем бейнеленген, қара сұр түстер, қоқыс бейнесі, мұжылған қағаздар бейнеленген. Екінші бөлігінде таза әлем бейнеленген, ашық жасыл түстер, ағаштар мен гүлдер, құстар мен күн бейнесін бейнеленгенін көрулеріңізге болады. Мен осы мына жерде ортасында адам бейнесін көрулеріңізге болады. Таңдау жол. Мен осы арқылы адам алдында әрқашан таңдау бар екенін жеткізгім келді. Менің жобамда жасау барысындағы қолданған материалдарым. Мен жобаны жасау барысында қолданыстан шығып кеткен бұйымдарды пайдаландым. Ескі картон, ескі газет, мұжылған қағаздар, губка және тағы да басқа, желі, маркер, қайшы. Бұлар негізінен экологиялық санаға әсерін тигізеді. Мен осы тақырыпты таңдауыма не себеп болғанына тоқталар болсам, мен осы тақырыпты таңдадым. Себебі қазіргі таңда экологиялық мәселелер өте өзекті. Табиғатты ластану күннен күнге артып келеді. Жобамның ерекшелігі неде екеніне тоқталар болсам, менің жобамның ерекшелігі 2 қарама-қарсы бөліктен тұруы. Бұл көрерменге әсер етіп, ойлануға мәжбүр етеді. Сонымен қатар бұл жоба толықтай қағаз қалдықтарынан жасалынған. Бұл жұмысты күнделікті өмірге пайдалануға болады ма деген сұраққа менің былай жауап бергім келеді. Бұл панноны қабырғаға іліп, интерьерді сәндеуге болады. Сонымен қатар бұл тек қана сәндік бұйым емес, әрбір өткен адамға әсерін тигізеді. Менің ойымша, осы арқылы мен әрбір адамды табиғатты қорғауға шақырғым келетінін жеткізгім келеді. Біз кішкентай ғана әрекет арқылы үлкен өзгеріс жасай алатынымызды жеткізгім келді. Жобамды қорытындылай келем, табиғатты қорғау әр адамның міндеті екенін айтқым келеді. Біздің болашағымыз өз қолымызда. Сондықтан дұрыс таңдау жасай білу өзіміздің қолымызда. Менің ұраным табиғатты сақтайық, болашақты қорғайық. Назарларыңызға рахмет.